Қазақстанда футбол дамымайды, анау бір елдің бәрі дамып кеткен, бірақ футбол ғана дамымай қалған болса, міне келіңдер осы жерге. Айтқаным айтқан. Бүкіл сала дамыды ма? Сен құрылыс салған кезде керемет қылып үй салдың ба? Сен керемет шахтер болып, керемет жұмыс істедің ба? Экономиканы дамыттың ба кәсіпкер болып? Сен бүкіл Қазақстанның технологиясын дамыттың ба? iPhone ойлап таптың ба? Наушник ойлап таптың ба? Сен Қазақстанда отырып тазиктен басқа ештеңе шығармадың, еще футбол сынайсың. Қандай шатағың бар сенің? YouTube'да көрермендер өсіп жазады. Сол, сен YouTube'тан арғы бетінде біздің камераның ар жағында отырып ал, көрген кезде сәл кішкене ойланып сөйлеу керек қой. Так, біздің шамамыз осындай. Мынандай деңгей, экономикамыз мынандай, жағдайымыз осындай, логистикамыз да осындай қиын жағдайда, жыламшы жағдайда тұрып, біз футболды қалай сынай аламыз? Ордабасы неге келмеген? КПЛ-дің бір туры өтпей қалды. Конечно, өтпейді, самолет ұшпаса ол қалай барады? Неше арбамен бара ма? 21 ғасырда отырып? Барамай отыр. Ордабасы деген Қазақстанның іргелі ордалы клубының өзі бай, ақшасы бар. Ақшасы жоқ емес пе дейді, ақшасы бар. И то Қостанайға жетемей отыр. Масқара ма? Масқара. Осы сұрақ неге Олжас Бектеновке қоймайсың? Неге осы премьер-министр, неге осымен логистикамен айналысатын министрлік осыған неге жауап бермейді? Соған барып сұрақты қой. Қазақ футболына дамымай жатқанда соның да кесірі бар. Осыдан 2 жыл бұрын Әділбек Жақсыбеков айтты. Ауылымның алаңы деген мега жоба ойластырамыз. Ақшаны мен тауып берем деді. Жасаңдар, кішкентай 8 және 9 жастағы, 10 және 11 жастағы балалардың арасындағы турнир ұйымдастырайық дедік. Сөйтсе Қарағанды облысында бір ауыл мен бір ауылдың ортасында 100 километр жер бар. И бару мүмкін емес. Машинамен де бару мүмкін емес. Сен Қарағандыдансың ғой, бар ма сондай жерлер? Жоқ. Бар, я. Жол жоқ дегенің ғой. Жол жоқ. Масқарада. Қорғанғыш. Масқара жағдай. Міне, сондықтан қадірмен достар, футболдың да өзінің минустары бар. Даммай жатқан кем-кетік оқиғалар бар. Бірақ біз соны есептеп сынаған кезде, кішкене шамамызға примерно осыдан бастау керек ау, осыған шамамыз жетеді ау, балалар футболын бит-бит ойнатайық ау деген нәрсе. Біз элементарно сұрақ қойған кезде жауап іздеу керек. Жауабы бар нәрседен сұрақ қояйық. Ол не факт? Ұлттық құраманың сапында ең көп ойын өткізген Жамбыл облысының футболшылары. Шымкент, Қарағанды, Алматы, осы 4 облыс қазақ футболын ұстап тұрған облыстар. Өлсең өліп кет. Стадионы бойынша да осы 4 аймақ бірінші орында. Инфрақұрылымы бойынша да шығарған, берген талантты балалары бойынша да бірінші орында. Сонда Қызылжар, Солтүстік Қазақстан облысы футболды неге дамытпайды? Соңғы 10 жылда бірде бір футболшы шығарған жоқ. Неге дамытпайды? Өйткені қар жауады.